Так, енді жаңа біз параллелограммның диагоналдарының байланыс формуласын жаздық қой. Қандай еді? Екі еселенген а квадрат қосылған б квадрат тең д квадрат қосылған екінші д квадрат, иә? Мынандай біз формула жазып алдық. Основной. Периметр мен ауданы бір особо қатты қиын емес. Түсініп тұрсыздар деген ойдамын. Енді қараңдар да. Мына бір параллелограммды алайық та біздер. Осы жерден бірдеңе қарастырайық. Мына диагональ өткізіп жіберсем неше үшбұрыш болады? Екеу болады, иә? Мынау А, мынау Б, екеуінің арасындағы бұрыш қандай менде? Екеуінің арасындағы бұрышты мақұл альфа дей салайықшы. Мына беттерде сондай жағдай емес па? Мынаның ауданын тауып екіге көбейтсем бола ма? А мынаның ауданын білеміз ғой біз. Үшбұрыштың ауданы қандай еді? 2-ден 1 а б синус альфа еді. Сонда мына параллелограмм қандай болады? 2-ден 1 деген коэффициент не болады бұда? Қысқарып кетеді да. Просто s тең болады екен а б синус альфа бола қалады. Негізі проекциядан кейін мынадан мынау шыққан ғой. Енді қараңдар да, осы жерден сразу біз мынандай эксперимент жасасақ болады. Мынаны жаздық. Иә, бірдеңелер бәрін қоюға болады. Ең қызығы параллелограммнан бүкіл төртбұрыштың фигурасы шығады екен. Бүкілінікі параллелограммдық, иә. Бұның орнында а тұрса қандай фигура болады? То есть, мына екі қабырғасы тең болса. Ромб бола ма? Ромбтың бүкіл қабырғасы тең емес пе? Иә. Мына жерге аны қойсам, ромбтың ауданы шығып тұрған жоқ қой. А квадрат синус альфа болады, иә? Так, бірінші мына параллелограммның бүкіл формуласын қорытып шығайық. Бізде тағы қандай формулалар бар еді? Так. Бұған қандай шеңбер сияқты бар ма? Енді қараңыздар. Бұған сырттай шеңбер салуға бола ма? Мәкеу тимей қалады? Тимей қалады. Ішінен шеңбер салуға бола ма? Ішінен болады. Ішінен болады, иә? Ішінен болады. Неге сырттай болмайды? Сырттай шеңбер салуға негізі қандай факттар керек бізге? Тиіп тұру, логически тиіп тұру керек, ә? Тағы да соның бұрыштарға байланысты факттары бар да бізде. Бұрыштарға байланысты. Жалпы, төрт бұрышқа, қандай да бір рандомны мен төрт бұрыш аламда, соған мен шеңбер салатын болсам, бұлайша, қарама қарсы бұрыштар бар ғой. Қосынысы тең болу керек, әрі 180-ден болу керек. Мынау альфа болатын болса, мынау қандай болады? 180 минус альфа болады. Мына біреу бетта болатын болса, мынау 180 минус бетта. Осы шарты болу керек. Қарама қарсы бұрыштардың қосынысы немене болады? Мына екеуі тең болады, еще олар 180 болады. Сондай шарты болу керек. Мынау альфаға, нердегі альфа? Екеуі де сүйір бұрыш болып тұр ма? Қоссам 180 шыға ма? Постоянно шықпайды ғой, ә? Ол шығу үшін альфалар 90-нан болу керек қой. Дұрыс па? А бізде сүйір бұрыштардың қосынысынан екі сүйір бұрышты қоссам 180 шыға алмайды. Сондықтан сырттай шеңбер не істейді екен? Сала алмайды екен. Іштей бірақ сала аламыз. Енді соған примерно көрейік. Примерно андай болады. Так, центрін қойық біздер. Центрін қойсақ, былай түседі, былай түседі. Мінекей. Мынау 90. Мынау 90. Мынау 90 болып тұр. Не байқап отырмыз? Диагональ центр арқылы өтіп ма? Диагоналі? Соны ойлап көрейік та. Центр арқылы өте ма диагоналі? Қараңдаршы, мынау радиус па? Мынау да радиус па? Бәрі радиус есе сызылған. Биіктік тең де екіге бөлінді ма? H не екен? 2R болады екен. Және де диагональдарын өткізсем. Центр арқылы өтеді. Не үшін? Қақ екіге бөледі, дұрыс па? Ұқсас 2-3 бұрышы ғой, үстінде де астында да, значит, биіктіктері де диагональдары теңдей бөлінеді. Барлығы не істейді екен? Мына бір центрінде беттеседі екен. Енді осы жерден бір-бір қарайтын болсақ, мына қараңыздаршы.
Мына жердің ұзындығы бар ғой. Мына жердің ұзындығы мен давайте А дейін. Нерде А бола ма? Шеңберге дейін жанамалар тең емес па? Иә? Мына жер А болады, нерде А бола ма? Мына бетіне қалған ұзындықты Б дейтін болсам. Мынада Б бола ма? Себебі мына ұзындық пенен мына ұзындық немене болады? Тең болады, иә? Тура осыдан мына бетте де бар емес па? Б деген. Енді қабырғаларға қосылайыншы. Әрбір қабырғасының ұзындығы А плюс Б, А плюс Б, А плюс Б, А плюс Б екен, иә? Параллелограммның ішіне іштей шеңбер салынатын болса, мына фигура қандай болып кетеді екен? Параллелограмм болады, еще. Бүкіл қабырғасы тең параллелограмм қандай? Ромб. Ромб болған кезде ғана не істей алады екенбіз біз? Оған іштей шеңбер сала алады екен. Мына жағдай қандай неде болады екен? Бізде ромб. Ромб кезде ғана ішіне не істей алады екенсіңдер? Шеңбер сала аламын. Ромбқа сырттай мүмкін ба? Сырттай шеңбер? Ромб не болу керек аузында? Қараңдар. Мына екі қабырғасы бұрыштар немене болу керек қосылса? 180 болу керек. Енді ол 90-90-нан болса ғана болады, иә? Ол 90-90-нан болса, мыналар да 90-90 бола ма? Ол кезде фигурамыз квадрат болады же. Түсіндіңдер ма? Мынау 90, мынау 90. 180. Екеуін қосын тағы 180 шығады. Еще ол екеуі тең болу керек. Олар да 90-нан ғой. Сонда мына жерде немене пайда болады? Сразу квадрат пайда. Квадраттың ішіне де сыртына да шеңбер салуға бола ма? Идеальный фигура ғой. Иә? Сондай жағдай. Так, енді көрейік. Ромбты мен қарастырып алдым. Қазір ромбтың бүкіл формуласы бар еді ғой параллелограммның. Бұның орнына А-ны қойсақ, ромбтың бүкіл формуласы шығады. Бізде қандай формулалар болды? Ромб дегеніміз қандай фигура екен өзі? Барлық қабырғасы тең. Барлық қабырғасы тең немене? Параллелограмм. Параллелограмм болады. Қарама қарсы бұрыштардың несі? Тоже немене болады? Альфа. Себебі немене бұл? Параллелограмм ғой. Просто немене? Бүкіл қабырғасы тең, да? Енді осын бүйтіп жөндеп қойып жіберетін болсам, немене пайда болады бұдан? Квадрат пайда болады. Мынау А, дұрыс па? Альфа мен бета тең болып қалса. Тоже бағанағы шарттарды қанағаттандырмай ма бұл? Себебі немене бұл? Өзі параллелограмм. Енді альфа тең бета болған жағдайда немене пайда болады бізде? Вообще квадрат пайда болады. Қазір бір параллелограммнан бүкіл төрт бұрыштың несін қорытып тастауға болады екен, да? Қараңыздар, ромбты аяқтап алсақ, нерде бізде ромб дей салайық. Параллелограммның несін жалғасын ар жаққа бір саламыз қазір. Сөйтіп соның бәрін ромбқа не істейміздерге тізіп жазып шығамыз. Ал кеттік. Параллелограммның бізде мынандай нәрсесі бар. Ауданы тек қабырғасы арқылы болмайды. Мынаумен не байланысты еді мыналармен? Қабырғалармен диагональ байланысты еді ғой, параллелограммның ауданын диагональ арқылы да жазуға болады екен. Мінекей кеттік. Бағана арасына бұрыш бар емес пе, де? Арасына бұрыш бар еді. Мыналар теңдей бөлінеді ғой. Теңдей бөлінеді. Осының арасындағы нердегі бұрышты енді фи деп қойыш, бағана гамма деп жердің. Мына бетте фи болады, ол да понятно. Себебі немене болады? Вертикаль бұрыш емес па? Вертикаль бұрыштар болады. Так, мына біреуімізді осы арасындағы бұрышпенен нені табуға болады екен? Мынаның ауданын табуға екен. Ауданын қалай табамыз енді қараңыздаршы? Қалай жасап жіберуге болады? Короче, бітеміз. Ең күшті амалды көрсетем, қараңдар. Мынау біздің бастамасындағы неміз? Бастамасындағы параллелограммыз, иә? Мына бір диагоналін алып алайын да. Д деп қойайын. Пока что тұрсын. Енді мына диагоналды бар ғой, иә? Аламызды бүйтіп көшіреміз. Нерге? Көшірсем? Нерге өтем ба? Не осы жаққа өткіздім. Адыны өшіре тұрамын да енді. Бұлды мына бет көріп өте ма? Дұрыс па? Мынау ше. Немене болды? Бұл үлкен диагональ емес па? Біздер қазір параллелограммның ауданын табатын болсақ, ол бізде еще тең неге болады? Мына бір үш бұрыштың ауданына тең болады. Неліктен? Неліктен екенін айтайымыз қалды.
Мынау А еді, мынау А еді, иә. Қараңыздар. Бізде мен айтамын да, мына бір үшбұрыш бар ғой. Осының ауданы тең деймін, мына беттен қосып алған жаңа үшбұрыштың ауданына дейін. Неге оған тең болады? Табаны тұр ғой, иә? Дұрыс па? Табанын мен биіктігіне көбейтсем, какой-то бір аудан шығады, дұрыс па? Тура осы А деген қабырға неге өтіп кеткен жоқ па? Параллель көшірілді ғой бұлай. Дұрыс па? Қараңыздар, мына диагоналды параллельно мына бетке көшіретін болсам, үстіндегі қабырғасы да бер жаққа өтіп кете ма? Дұрыс қой, иә? Сонда мына пайда болған үшбұрыштың табаны А, биіктігі тоже H емес па? Дұрыс па? Мына жердегі үшбұрыштың ауданы мынаған тең бе екен? Сырттан қосып алғанға осыған тең екен. Олай болатын болса, мына параллелограммның ауданын табатын болсам, мына сырттан қосып алған немен мына бір үшбұрыштың ауданын тапсам тең болады. Үшбұрыштың менде қараңыздар. Мына жердегі бұрыш қанша? Фи еді. Мына бұрышты кім айта алады маған? 180 емес фи. 180 деген қайдан білдің? Анау фи болса. Қараңыз, фидің жанында неге қанша бұрыш қалады? 180 минус фи ма? Болмаса мына астына жаза қойшы. 180 минус фи ғой. Мына түзуменен мына түзу параллель ма? Мына бұрышына өтіп кетпей ма? 180 минус фи болды ма? Біздің пайда болған ситуациямызды мына бетке көшіре қойын. Қандай жағдай пайда болды? Мынау немене? Д. Мынау үлкенді арасында бұрыш қандай? 180 минус фи екен, иә? Мына үшбұрыштың ауданын тапсақ. 2/1 синус С тең фи 2/1 синус фи. Д үлкенді синус 180 минус фи дейтіндерге. Синус 180 градус минус фи. Мынау дегенім келтіру формуласы бойынша синус фидің өзі емес па? Сондықтан формуламыз қандай болады екен бізде? С тең 2/1 Д синус немене болады? Синус фи. Қалай екен бізде? Екі диагоналын көбейтеміз, 2/1 және оның арасында бұрыш емес па? Жоқ. Параллелограммдікі ғой. Параллелограммның ауданы не бойынша таптық? Просто диагоналдар және оның арасында бұрыш бойынша. Мына формулаға келеді, иә? Қабырғасымен тапсам, маған да бір қарай жасайшы. Формула қалай екен? Қабырғасы бойынша көбейтіп, арасында бұрыштың синусына көбейте салады екен. Міне, екі қабырғасы және оның арасында бұрыштың несі? Синусына көбейте салдым, иә? Диагоналі бойынша неме болады екен? Көбейтіп, оны не істейді екен? 2/1-ге көбейтеді екен, иә? Яғни 2-ге бөлеміз. Маған қараңдаршы мына формулаға. Бұл жерде қатынасын айтып тұрған жоқ па? Қабырғасымен табатын болсаң, оны 2-ге көбейтсең ғана тең болады дейді. Мына 2-ні алып бер жаққа бүйтіп бөлсем бола ма? Диагоналдар жақта 2/1 шыққанын түсіндіңдер ма? Вот сондай екен. Диагоналдармен табатын болсаңдар, алдына немене қосылады екен? 2/1 қосылады екен да, еще арасында бұрыштың синусы бар. Қабырғалармен болса, өзін көбейте салады екенбіз да, арасында бұрыштың синусы бар екен. Қиын емес қой, болды. Аудандар шықты. Енді тура осының бәрін біздер ромбқа көшіре саламыз. Мінекей, ромбтың енді периметрін. Бағана параллелограммдікі қандай болды? Мына жерге тізіп шығайықшы. Үстіне параллелограммдікі. Неге? Параграмм дейік. Бірінші формуласы. Периметр қандай болды? 2 еселенген А плюс Б. А плюс Б болды. Так, екіншісі. Ауданы. Б синус альфа. Аша, потом тағы да Б аша деген сондай болды, иә? Мынанікі немелеме болады? Қараңдаршы. Мына жерге А-ны қойып жіберсем. 4 А болды, иә? Мынау бізде бірінші формуласы. Екінші формуласы қандай болады? Ауданы ұқсап жазсам. Дәл сондай емес па? Ашамен көбейте салмайын ба? Бұда Б аша деген нәрсе бола ма? Б да тең ғой, Б да Аға тең ғой бұда. Оны неде шығарып тастадық қой? Параллелограмм ромб болып кеткен үшін шықты ғой ол. Оны бөлек қатты қарастыра алмаймыз ғой. Енді, иә. Үшіншісі, қай формуланы жазамыз? Көрдіңдер ме? Параллелограмм үшіншісі. С тең қандай?
міне мынанікі қандай болады? А квадрат. мынаның орнына аны қойып жіберетін болсам. Қабырғасын квадраттап, арасына бұрыш. Не екенін квадраттайсың, арасына бұрыш несіне көбейте саласың? Синусына көбейте саласың. Тағы да келесі төртіншісі. Анау емес па шыққан? 2/1. S тең 2/1 dd синус фи еді. Мынаң ше. Бұның екі диагоналы қандай? Диагональ квадрат болады ма? Тура дәл сондай ғой ма формуласы? Бұнда диагональдары екі түрлі ғой. Дұрыс па? Бұнікі де дәл сондай болады екен. S тең 2/1. Енді қараңдар, осы жерде қызық жағдай басталды. Мына жерге сала қояйын да. Бұның диагональдары перпендикуляр десем. Ромбтікі. Ойланып көрейік та. Не үшін екендігін. Қараңдар, альфа мен беттан қосынысы қанша? 180, я? Олардың жартыларының қосынысы ше? 90. Мынау альфаның жартысы ма? Альфа бөлінген 2, мынау? Бетта бөлінген 2 ма? Альфа мен беттан қосынысы 180. 2-ке бөлірсем альфа бөлінген 2, қосылған бетта бөлінген 2 тең 90 бола ма? Мына екеуі 90 болса, үшінші 90 болмай ма? Дұрыс па? Сонда диагональдардың арасында бұрыш қанша екен бұда? 90 екен. То есть біздің мына бір синус фиіміз. Ромбта диагональдар немене болады екен? Перпендикуляр болады екен. Диагональдардың арасында бұрыш 90 градус болады. Сонда мына несі саламыз? 2/1 dd бола салады екен. Осы жерін түсіндік па? Синус 91 болады. Фидің орнына синус 90 қоясың. Синус 90 градуста мәні 1-ге тең. Болды. dd болып аяқтала салады екен. Альфа бөлінген 2, бетта бөлінген 2 ол үші гарантия бермейді ғой. Екеуінің қосынысы 180 болса, жартыларының қосынысы 90 болады. Жарты болғанда біз оны жарты екенін қақтан білеміз. Ортасынан бөліп салып, диагональ бөлісін. Диагональ не істейді? Диагональ қабырға ба? Диагональ деген айтпады, сұлбаны емес сұрап отырсың. Диагональ қарама-қарсы төбелерін қосатын кесінді. Төртбұрыштың, иә. Мына екеуі тең болса, диагональ ортасынан бөліп жүрсе, өз қарашынан қандай идеальный фигура болып тұр. Дұрыс па? Параллель налар, бір-біріне параллель. Диагональны өткізіп жіберсем, мынаны да өткізіп жіберсем, немене болады? Не істейді? Диагональдар 2-ке бөлінеді. Еще неде 4 бірдей үшбұрышқа бөлінбей ма? Бәрі тең болу керек емес па? Тік бұрыш үшбұрышқа бөлінеді, иә? Содан қорыта салады да бізде анау. Жазып көретін болсақ бірталай, қазір аксиомаға тірелейін деп тұрмыз, базаға келіп қаламыз оған жазатын болсақ. Уже түсінуге болатындай жағдай болып қалды. Негізі мынаны бүктесек 4 үшбұрыш пайда болады. Бер жаққа бүктейміз, ар жаққа бүктейміз, не болады? Сол бір үшбұрыш шығады. Бір үшбұрыш шығады. Ішінде 4 үшбұрыш жатыр негізі. Диагональмен бөліп тастайтын болсақ бүйтіп. Так, бізде тағы да бір формула бар ма? Мынаны жазып алдық қоя. Осыны жазайық. Мұнда аны қойсақ. 4а квадрат, ар жағы 4а квадрат. Жоқ. Қызық заңдылығы бар да тең бола алмайды бірақ. Андай бір тақсандар болса не бетерде тақсандар болады, жұпсандар болса жұпсандар дегендей ма, әйтеуір квадратталған кезде екеуі тең болып кете береді. Енді қазір мен айтқан ақпаратым қате болуы мүмкін, сан қойған кездерін өздерің байқайсыңдар, есеп шығарған кезде қалай болатындығын. Осындай керемет бір заңдылығы бар. Мынаның 5-шісіне ана бір формуланы жазып қойсам, кеселенген а квадрат плюс б квадрат. Бұл ненің формуласында? Диагональдардың қосындысы ма? Диагоналі мен қабырғасының байланыс формуласы ол. Так, неге осындай біздер формулалар құрап шықтық. Түсінікті ғой, иә? Мынаны өшіреміз да, енді тура осыны не істесек болады, біз квадрат үшін жазып шықсақ болады. А мен сұрақ болып тұр да? А квадрат синус альфа болды ғой?